лақтырып жібереді да, былайша айтқанда Атырауға, ал Шаяхмет тентіретіп жібереді. Бүкіл кітаптардың бәрін Шаяхметтің атын өшіріп, бір жерде оның аты аталмайтын болсын деп Шаяхмет өшіріп, жердің астынан 7 қабат жерді тығып жүрген адам Хрущев, авторитетін пайдаланып. Сөйтеді да, сіздер 86 жылы Қазақстанға қолмен первый секретарь болып келген кезде қазақтар соны көтере алмай көшеге шығып улап-шулап төбелесіп жатты ғой. Сен 55-56 жылдары төбелесетін шамаң жоқ сенің ана жерде. Первый секретарь мына қараңдар. Яковлев, екінші секретарь Журин, Беляев үшінші секретарь ма? Үшеуін де Москвадан алып келген адам үш орысты қойып қойған болды. Ал 46 жылы ғылым академиясын ашып, қазақша ер тарғанды көріп спектакль, өңшен ғалымдар жиналып алып, үйтеміз, бүйтеміз, қырамыз, жоямыз, учебник шығарып, Бекбаханды жазып, Кенесарыны жырлап спектаклін қойып отырып, айландырған 2 жылдың ішінде бәрін талқандап жүріп, бүкіл билік Москвадан келген шовинистердің қолына бір күнде өтіп кетті. Болды, енді науқан басталды. Уже орыстардың мектебін бытырлатып ашу, қазақтарды қысу, Целинаға алқаштардың бәрін миллиондап әкеп басына төгілді енді. Түп-түз істей алмайсың. Билік қолдан кетті. Сол кеткеннен мол кетті ол қысқасы. Енді келесісін жібер. Журинге келеміз қазір. Ал енді сол кезде Қазақ ССР жоғары кеңесінің төрағасы болып, жалғыз случайно бір адам билікті қайтып кетеді. Анау ана Шапқы Шокиніңіз, екінші президент академияның қасында Сәтбаев көрінді ме? Не деген сол кездегі ірі қазақтар бәрінің бойы 2 метр. Бірде 97, бірде 98. Тәшеліпті қараса сен.